Жүйрік таз жеті қазынаға жатады. Тазы ежелден қазақтың тамағын асырауға да қолғабыс қылып, аң аулауға бірге шығып, адамның ажырамас серігі болған. Қазірдің өзінде иттер үйімізді күзетіп, достық ниетінен таймай келеді. Ендеше мен сіздерге иттер туралы қызықты мәліметтер ұсынамын. Иттің күшіктері көзі туғаннан бір ай өткеннен кейін ғана дұрыс көре бастайды. Күшіктерде 28, ал иттерде 42 тіс болады. Әлемде иттің 703 породасы бар екен. Иттер 250 сөз бен қимылды есіне сақтай алады, тіпті 5-ке дейін санап қосу, алу секілді қарапайым есепті шеше алады. Оның зеріктілік деңгейі 2 жасар баламен бірдей. Адамға қарағанда иттер дауысты 10 есе жақсы естиді, ал иісті 100 мың есе жақсы сезеді. Тіпті өткен өмірде сезінген иістер де есінде қалады. Құлағы естімейтін адамдармен тұратын ит ешқандай дыбыссыз-ақ қолдың көрсетуімен ыммен айтылғандарды жақсы түсінеді. Аңшы иттердің 100-ден астам тұқымы бар. Иттердің көздері ақ-қара форматта көреді екен. Платон бір жазбасында иттің жүрегі философтың мекені деген екен. Голливудтың ең алғашқы ит жұлдызы Рен Тин. Қарап отырсақ, иттердің есте сақтау қабілеті, сөздердің мағынасы мен ырғағын түсінуі, теледидарға реакциясы бәрі адамның қасиеттеріне ұқсайды. Бәлкім бұл адам мен иттің 30 мың жылдық достығының нәтижесі шығар. Егер осындай тағы басқа жануарлар туралы қызықты мәліметтер қаласаңыз, менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыз.